Anашым, су берші. Қызым, әкең айтшы, менің қолым таза емес. Анашым, су берші. Руслан! Ау, Арайкаға су құйып бере салшы, қолым тимей жатыр. содан? Бақтар үйде жалғыз қалғанда. Анашым, су берші. Қазір. Ұста, сөйтті бөлмеңе бар. Лақтары терезеден қараса, Руслан, қар. келіп құйып бересің, қолың түсіп қала ма? Сен осы әдейі істейсің ба? Жарайды балам, қалған кейін жалғастырамыз. Бөлмеме бара ғой. Жарайды. Осы сен балалардың көзінше соншама дікілдеген. Сен көріп тұрсың ғой, мен қолым тимей жатқанын. Келіп құйып бере салсаң болмай ма? Алдында сарылдап тұрған суды құйып беру қиын ба? Қолым сабын болатын менің. Қолын жуда құйып бер. Сен ше, отырсың ғой бекерге? Мен бекер отырғаным жоқ. Соңғы кездері осындай мінезімді жиі байқап жүрмін. Келін. Қойшы. Ау, келін. Ау, апа. Қолың босаса бер келші. Апа, шай дайындайын ба? Жоқ, отыр. Жарайды. Мына ірімшіктен әртүрлі құрт жасауға болады. Міне, бұлай қып жасасам, дөңгелек құрт болады. Ал бұлай қылып жасасам, сопақ құрт болады. Ал егер қаласам, жалпақ құрт жасауға да болады. Апа, сіз сонда маған құртты осылай жалпақ етіп жаса деп тұрсыз ба? Жоқ, қарағым. Дәл қазір мына құртты мен қалаған қалпыма келтір алам. Түсінбедім, апа. Ал осы құртты 2 аптадан соң сен басқа қалыпқа келтір аласың ба? Жоқ. Сындырып аласың. Солай ғой. Я. Сол сияқты сендер балаларға қазірден қандай тәрбие бересіңдер? Балалар да солай болып қалыптасады. Өскен соң тәрбиелейім деген бос сөз, балам. Дұрыс қой, апа. Біріншіден, келінжан, балалардың көзінше дауыс көтеріп ұрыспаңдар. Екіншіден, баланың алдында әкесінің беделін сүрме. Себебі оны көріп өскен бала ертең өзіңді де қадірлеуді қояды. Апа, енді су ішем деп тұрып алды ғой. Енді балаң бір 10 минут суды кешігіп ішсе ештеңе етпес. Ыдыс аяғыңды жуып болған соң құйып бере сал. Болмаса, балаңа су құйып ішуді өзің үйрет. Апа, енді бұл кішкентай ақ нәрсе ғой. Ол кішкене нәрсе емес, келін. 4 жасар балаң қазірден су құйып іше алмаса, ертең 50-ге келгенде де мойныңда отыратын болады. Егер үйде ер адамның беделі төмен болса, тіл алмайтын ол, ұя алмайтын қаз содан шығады деген. Мен әрқашан балаларыма әкелеріңнің киімін жоғары қойыңдар. Әкелеріңнің аяқ киімін жөндеп қойыңдар. Әкелеріңнен рұқсат сұраңдар деп ылғи айтып отыратынмын. Әкелері де аналарыңа рахмет айтыңдар. Аналарың ренжіп қалмасын. Аналарымен ақылдасыңдар деген сөзді жиі айтып отыратын. Сөйтіп біз бір-біріміздің абыройымызда өзіміз көтеріп отыратынбыз. Дұрыс айтасыз, апа. Балаға жай ғана сөз емес. Іс-әрекетіңмен де үлгі болу керек. Балам ханзада болсын десең,
әкесін қандай күт балам?